Python негіздері атты курсқа қош келдің. Бұл курста біз Pythonның базалық деңгейін өтетін боламыз. Яғни бұл курс бізде бастауыш деңгейлерге арналған. Ал алғашқы сабақта біз Python бағдарламасын орнатуды үйренеміз. Және PyCharm компиляторымен жұмыс істеп көрсететін боламын, орнату жолын. Сіздерді кез келген компилятор қолдансаңыздар, мысалы VS Code, Pythonның өзінің стандарт идеясы тағы. Және осы сабақта біз айнымалылар өтетін боламыз. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын мен Python жайлы айта кетейін. Python бізде жоғары деңгейлі әмбебап бағдарламалау тілі, яғни ол оқылуы жеңіл, синтаксистері қарапайым, түрлі салада қолданылады. Неліктен Python синтаксис қарапайым дедім, бізге яғни бір-бірінен түсіне аламыз, нені не болып жатқанын. Қысқа кодтар, яғни сол қысқа болғандықтан бізге түсінікті. Ішінде мыңдаған дайын кітапханалар бар. Ал ол кітапханалар не үшін десек, бізде кодты жеңілдетеді, более түсінікті қылады. Және бізде үлкен қауымдастыққа ие, яғни қазір кең қолданыстағы қолданба бағдарлама, оның фреймворктары тағысындағы қауымдастықтар бар. Python мысалы бізде қайда қолданылады? Мысалы үшін веб даму бағыты бойынша FastAPI, Django, Flask, яғни бэкэнд бөліктер тағы басқа заттарда қолданылады. Осылар атақтылар деген сияқты. Сосын жасанды интеллект AI және machine learning, машиналық оқыту жүйелерінде қолданылады. Тағы мәліметтерді талдау, яғни бізде үлкен деректер болатын болса, деректер, соны өңдеу, өзгерту, соған қатысты заттарға қолданылады. Және автоматтандыруға, яғни бізде бір жүйе, сервис қалыптасқан болатын болса, соны автоматты жүйеге айналдыруға қолданылады. Және десктоп ойындарға жасауға қолданылады. Мысалы, PyGame кітапханасын алуға болады. Бірінші біз Pythonды орнатайық. Ол үшін біз Google Chrome'a кіреміз, немесе кез келген браузерге кіреміз. Бізге неге іздейміз? Іздеуден Python download деген іздейміз да. Бірінші тұрған python.org деген Python официальный ссылкасы. Осыған басамыз. Осындай бетімізде ашылады. Осындай нері Pythonның түрлі версиялары бар. Бірақ бізге керек соңғы версиясы, яғни download дегенге әкелсек, бізде автоматын Python 3.14 деген атау шығады. Осын басамыз, орнатылады. Менде уже орнатылып қойды. Одан кейін бірінші біз оны орнатып алайық. Менде уже дайынды, міне Python 3.14 AMD64 деген негізі орнатасыздар. Бізде мына жерге екі галочканы алып қоямыз. Бізде add Python added to path деген өте маңызды. Оны қоспасақ, біздің компьютер системасына Pythonды танымай қалады. Яғни ол танытатын зат, осыны қосуды ұмытпау керек. Customize installation деген басамыз. Бұл жерде барлығына галочка бар қоямыз. Next. Бізде install Python 3.14 for all users дегенді галочка барамыз. Install. Да дейміз. Click yes. Менде уже орнатылып жатыр Python. Алдағы өткен сабақтарымызда өте қызықты болады. Яғни біз Pythonның толық негізін үйренеміз және программадан сауаттылығымызды ашамыз. Сосын сіздер өздеріңіздің жобаларыңызды, сосын кез келген бағытқа таңдап дами аласыздар. Жақсы. Python менде орнатылды. Мен тексеру үшін терминалға кіремін, яғни мен дәл қазір Windows R-ді бастым, мұнда осындай бет ашылады. CMD-де жатам, Enter. Менде осы терминал ашылады. Терминалда тексеремін. Ол үшін Python -version деймін. Менде Python версиясы 3.14, уже менде Python бар деген сөз. Бұл керемет. Енді Python орнатылды. Енді мен PyCharm компиляторымен жұмыс істеймін. Соның сіздерге көрсетейін. Ол үшін біз мұнда PyCharm'ды іздейміз. PyCharm download дейміз. Бірінші тұрған ссылкаға кіреміз, яғни JetBrains-тың продукты. Бұрындары болған еді PyCharm Professional version, сосын PyCharm for Education деген, яғни сондай екі түрлі версиясы болған. Professional бізде не сұрайды, подписка сұрайды.
Ал education бізде тегін нұсқасы еді. Ал бірақ мұнда 2025 жылдан бастап екеуін де біріктіріп жіберген, яғни просто так PyCharm. И сіз осыны орнатқаннан кейін ішінен тегін нұсқасына өтесіз, немесе профессионал версиясына да өтсеңіз болады. Яғни ішінде жүреді процестің бәрі. Так, просто так неде download деген басасыз. И все. И орнатылып жатыр. И орнатылады. И то же самое неден шығады. Мен маған керек емес, өйткені мен орнатып барамын. То же самое осы жерден PyCharm'да шығады. Үстіне 2 рет басып, next деп просто так орнатып аласыздар, болды. И бұл бесті деп ойлаймын. Менде уже PyCharm бар. И PyCharm'a кіремін. PyCharm'да менде осындай бет болып ашылады, яғни сіздерде басқаша болуы мүмкін, проекттер болуы мүмкін. И бізге ең алдымен бастау керек, жаңа жоба ашу керек. Яғни ол үшін біз new project дегенді басатын боламыз. Мен бірден Django'ны қолданып проект ашуға болады, немесе бірден Fastap'мен байланысқан жоба бастауға болады. Flask, Jupyter, dbt тағы басқа заттар бар, HTML, React, Next.js, көп заттар бар. И маған бұлардың қандай шайсы қызық отырады, алдағы уақытта кейін көретін боламыз. Бізге тек қана Python, per Python деген керек. Және мұнда біз Python жобамыздың атын жазамыз. Python project деп тұр ғой. Яғни бізде users осындай осы project'ін тапсырылады екен. Ол үшін Python project'ін атын осында жазамыз. Менде жобаның аты қаз деп, мысалы үшін IT Academy бола берсін. И бізде міне мұнда тұр Python version таңда дейді. Яғни бұл жерде дефолтный версиялар бар. Өзім 3.8, 3.9, 3.10, 11, 12 деген сияқты. Менде орнатылғандары 12, 13, 14. Мен 14-ті жаңа ғана орнаттым. Мен осыны таңдап қоя салайын. Ал менде орнатпасам бұл жерден шықпайды. 3.14-пен жұмыс істейік. Сосын жай ғана create. И все. Бізде Python жобамыз дайын. Ішінде бір загрузка нелер болу керек. Python 3.13. Python 3.14 қас деп Академия интернетте пайда болды. Так. Бізде мұнда .vents деген папка пайда болды. Бұл не? .vents деген бұл виртуалды орта. Яғни Python кітапханалары осы жерде сақталады. Процесі барлығы ше прогресс. Бұл болмаса кодын ашып алады. Каналдар оқымай жалпы. Так, енді біз мына жерді өзіміз керек. Файлды қалашамыз. Ол үшін міне мұнда папканың үстіне просто неше жағын басамын да new Python файл деймін. И Python файл как обычный аты main деп алайын. И бізде оның кеңейтілімі керек. Pythonның кеңейтілімі нүктеден кейін py деп жазылады, яғни py. Бұл бізде Python код екенін білдіретін зат. Немесе мұнда мен текст жазсам болады, txt десем болады, яғни бұл текст форматындағы әртүрлі, мысалы docx, яғни ол pdf деген сияқты. Бірақ бізде Python кеңейтілімі py болу керек. Енді уже main py деген Python файл ашылды. Ең алдымен ең алғашқы кодты жазайық. Ең алғашқы кодты қалай жазамыз? Стандарт бұл жерде қолданылады. Жай ғана print деген функцияны басамыз, яғни print. Функциялар алдағы тақырыптарға өтетін боламын. Қазір просто так жаза берейік. Print. Мына жерге сәлем әлем дейік. Мысалы, сәлем әлем. И мұнда біз мына жерге үшбұрышты басамыз, яғни main.py, то есть кодты ран етеміз. Немесе кейде шықпауы мүмкін, бірақ көп жерде шығады. И терминал арқылы жұмыс істейміз. Онда терминал дегенге басамыз. И терминалда мен мыналарды тазалап салайын. Бұл терминалда әртүрлі код логикалар жазып жұмыс істеуге болады. Мысалы үшін class деген зат бар, терминалға арналған. Яғни терминалды тазала деген. Терминалды тазалап алдым. И мен не істеймін? Python main файлымды
run етейін. Ол үшін мен Python деп басамын. Яғни Python деймін просто так. Бізде Pythonды шақырады. Python дегеннен кейін мен нені жүргізуім керек? Мен main деген файл, яғни мына жерде атау, мына жердегі то есть керек файлдың атын осы жерге жазамын. main.py. міне. Егер мынаны аты басқаша болса, мынаны да тура осындай қойып қоямын. Яғни керек файл атын жазуым керек. И все, менде main файл run етілді. И маған сәлем әлем деген жазу шықты. Немесе егер просто үш бұрышқа баса салсам, сәлем әлем деген менде командам орындалды. Так, бұл бізде ең алғашқы код. Так. Ал енді мен айнымалыларды өтемін деген болатын осы сабақты тағы. Бізде бұны қазір жоя салайын. Жоқ, жай ғана комментарий ала салайын. Pythonда комментарий осындай решетка арқылы алынады. Яғни код мына комментарийны былай оқымайды да, маңызды ретінде қарамайды. Просто көлеңке қалып кетеді. Так, комментарий алайын. Бізде айнымалылардың типтері қандай? Integer типіндегі айнымалы бар, бірінші тип айнымалы. Сосын бізде str, string типіндегі айнымалы бар. Сондай-ақ бізде boolean деген бар, boolды жазады. И бізде float бар. Оны сандар. Так, все. Мысал үшін кез келген бір айнымалы аша салайын. Айнымалыны қалай ашамын? Мен мындай символдардан бастамаймын. Айнымалының атауын сандардан бастамаймын. Тек қана әріптен, то есть осылардан бастамай, қалғандардан бастаймын дегенсіз ғой. Мысалы A деген айнымалы болсын. A деген айнымалы бізде мысалы integer типіндегі бір 10 деген санға тең. Болды, A тең 10-ға тең. Мысалы үшін тура тағы айнымалы B тең тоже бір 20-ға тең дей салайын. Болды. Давайте мен аны 20, бұны 10 слайш. Все. И бізде мен бұның типін шығарайын. Мысалы үшін қалай? Print деген нәрсені өттік. Print менде то есть A-ның типі қандай? Яғни type деген функция бар. Алдағы бұлар функция деген нәрселер өтетін боламыз. Қазір просто жаза берейік, type-қандай. Так, type деймізде бізге не керек? Бізге A-ның типі қандай? A-ның типін білейік. Так, run етемін. Міне, класс integer типін жатады. Яғни сандар integer типін жатады екен. 1, 0, 20, -1, 10, 20, 40, 100 деген сияқты. Тура сондай. Бұл бізде мысалы string ретінде ала салайық. Мына Python'да так, бір тырнақшалық string түрі бар. Сосын екі тырнақшалықты string. Яғни екеуі де бірдей. Просто бұл бір нюанс жағдайларда болмаса, былай көп жағдайда екеуі де stringке жатады. Мысалы үшін мен бір сөз жазайын, мысалы текст. И мен мына B-ның типін білгім келеді. B-ның типі бізде не екен? Print B. B-ның типі бізде string екен. Мұны көріп тұрсыздар. И мен тағы да бір айнымалы аша салайын. S менде айтпақшы бізде boolean типін тексереміз қазір. Boolean типі бізде тек қана true немесе false деген мәнді ғана қайтарады. Мысалы, integer бізде сандар, то есть бүтін сандар болатын болса, ал string бізде сөздер болатын болса, ал boolean бізде тек қана true және false болды. True немесе false. Осы екі нәрсені қайтарады. Мысалы үшін мен true деп қоя салайын. И мен boolean, то есть мынаны білгім келеді. Типін. Бізде бұның типі boolean. Не? Тура сол сияқты мен тағы да мысалда деген бір өтірік айнымалы аша салайын. И менде 2-де 5 деген сан болсын. И мен оның тағы да типін білгім келіп жатыр. D деймін, мысалы үшін. Міне, class float. Бізде Python'да айнымалылар осы. Енді Python'дағы арифметикалық амалдарды қарастырайық. Олар да бізге қосу, азайту, бөлу, бүтін бөлігін алу, мынау көбейту, білген кезде қалдығын алу және мынау дәреже. Так, қарапайым мысалы A тең бізде 15-ке тең, B тең бізде 7-ге тең деп алайық. И тұрамда мен S тең болсын A қосылған B дей аламын. И тұрамда print маған S-ны шығарып бер. И менде 22 шықты, дұрыс. Жақсы.
Енді маған с менде аға айтылған бұға тең болсыншы ал. Менде 8 шықты. Дұрыс. Ал неге мұнда екі бірдей айнымалы тұр? Бірақ екеуінің мәндері екі түрлі. Неге мынаның мәні шықпайды деген сұрақ болуы мүмкін. Бізде кодта жоғарыдан төмен қарай оқиды, келеді. Бізде с ең соңғы рет кім болып жаңарды? Ең соңғы рет аз айтылған болып жаңарды. Сондықтан бізге соңғы жаңағы мәнді шығарып береді. Демек, процесс осылай жүреді. Так. Енді мен мысалы үшін с менде енді а бөлінген б-ға тең болсын деймін. Тұрады да маған 2,114 осындай бір крутой сан шығарып береді. Мына бір бөлу, яғни осындай бір слэш бөлу дегеніміз бізде не? Float типпен шығарады. Ал бізде 2 бөлу болатын болса, бізге integer типпен шығарады. Яғни нүктеге дейінгі санды шығарып береді. Жақсы. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді бізге көбейтуді тексерейік. Осылай 105 шықты, иә. Осындай амалдар бар. Намыса бердім ғой. Кешіресіздер. Мұнда қалдық. Яғни мен 15-ті 7-ге бөлген кезде қалдық бар ғой. Осындай амал мынау. Тағы менде дәреже. 2 бөлу дәреже. Давайте маған түсінікті болу үшін дәреже шығарды. Түсінікті болу үшін мен мысалы үшін 5-тің бір 3 дәрежесі дей салайын. 5-тің бір 3 дәрежесі дей салайын. 125, иә, дұрыс. Арифметикалық амалдар жалпы осылай жұмыс істейді. Қосу олай көбейту бөлу. Тағы бір мысал келтірейін сөзге байланысты. Мұнда мысалы менде s деген айнымалы, менде мысалы үшін текст деген бір сөз еткен болсын. Арасында бір осындай пробелмен бірге болсын. Мен тұрамда мен бұны сөзді көбейте аламын санға. Яғни print s көбейтілген мысалы 5 де аламын, 4 де аламын мысалы үшін. Маған текст, яғни мұны ергейдің мұна зат, текст және бір правил. Текст 4 рет шығарып берді. Және менде мысал үшін тағы да s1 деген бір айнымалы болсын. Онда менде this is деген жазу болсын. Мен сөздерді қоса аламын. Яғни print s1 plus s деп жаза аламын. Маған шығарады. Бірінші this is text. Сөздерді былай бір-біріне қоса аламын. Сосын сөзді мен санға көбейте аламын. Бірақ азайтып не бөле алмаймын. Бүгінгі сабаққа осы. Сау болыңыздар.